Бұл жоба қазақ халқының байырғы мақал-мәтелдерінің астарлы сыры мен мағынасын жастарға өз қалпында жеткізуге арналған. Мақал-мәтел халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік ерекшеліктерімен танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін шешетін асыл мұра. Ақылына ақыл қосатын, жарқын болашағына дұрыс бағыт сілтейтін, өмірді танытатын қамқоршы. Онда халықтың өмір сүру барысындағы барлық тәжірибенің өнегелі өсиеттері айтылған, халық даналығы сақталған. Қазіргі жаһандану заманында өскелең ұрпақтың сана сезімі, ақыл ойы, қазақи ұлттық құндылықтарды жоғары бағалайтын, бар асылды бойына сіңірген саналы ұрпақ етіп тәрбиелеуде мақал-мәтелдің алар орны ерекше. Әрбір мақалды оқи отырып, оның мағынасына түсініп, өмір жолына бағыт алып, кез келген әрекетке қорытынды жасап, саралай білуде даналардан шыққан асыл сөздің пайдасы тиері сөзсіз. Ұлттық құндылықтарымызды, салт дәстүрімізді мақтан етіп, қаймағы бұзылмаған қалпында ұрпақтан ұрпаққа қалдыруды көздейтініміз туралы айтылған. 20 наурыз күні зияткерлік күні. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар атты қазақтың көне мақал-мәтелдерін жастарға насихаттау мақсатында онлайн суреттегі мақал-мәтелдерді тауып, мақалдарды оқып, еске сақтау, ми жұмыстарын шынықтыру үшін жаттығу ойынын назарларыңызға ұсынамыз. Келіңіздер, бірге табайық.